Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге ерімейтін крем-чиз на сливках жасаудағы керемет 3 лайфхакпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоға лайк басып, соңына дейін көріңіз. Бұл крем торттың ішін және сыртын қаптағанға өте керемет крем болып табылады. Сонымен қатар жүйетті айнытпайтын, ауызда еритін өте балғын кремдердің бірі. Ең бірінші лайфхак бұл творожный сыр және де сливкеміздің салқын болуы біз үшін өте маңызды. Егер бөлме температурасында болатын болса, олар еріп кетеді. Сонымен қатар осы кремді айналдыратын ыдысыңызды да 5-10 минутқа холодильникқа қойғаныңыз абзал. Ең алдымен творожный сырды өзімізге керек мөлшерде алып, үстіне сахарный пудрамызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Көп емес, кем дегенде 2-3 минут. Мінекей миксерлеп болғанымыздан соң, екінші лайфхак, сливкиді қолданар алдында жақсылап шайқап, сосын өзімізге керекті мөлшердегі сливкиді құйып аламыз. Одан кейін осы жерде үшінші лайфхакты айта кетейін. Екеуін баяу жылдамдықтан бастап жоғары жылдамдыққа дейін 4-5 минут қана миксерлейміз. Одан артық миксерлейтін болсаңыз, крем іріп кетуі мүмкін. Мінекей бізде осындай тығыз, дәмді, өте керемет крем пайда болды. Енді осыны кондитерский мешокқа салып, өзімізге керегімізше салып алып пайдалана беруімізге болады. Сіздерге арнап түсірген видеом, рецепт, сонымен қатар лайфхактар ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, келіп, комментария жазуды ұмытпаңыз.